Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін осы тамақ хит яичница торнадо дейді ғой, корейский тамақ. Завтраққа осындай тамақ жасауға болады. Өте керемет дәмді болады екен. Так, бұл тағамды дайындау үшін мен бір порциясын ғана істеп жатырмын. Кішкене ғана бір жуаның жартысын қызып тұрған майға осылай қуырып аламын да, шамамен бір 50 граммдай ма колбаса салып қосып қуырам, және бір 2 қасық күрішті мен қайнатып пісіріп алдым, алдын ала пісіріп алу керек. Осылай күрішті қосып және қуырып аламын. Кішкене укроп салып жібереді. Мендегі кепкен укроп. Егер свежий укроп болса, свежий укроп қоссаңыз, тіпті вообще қатып кетеді, керемет болады. Енді осыны аламын да, осындай мендегі осы чашкаге не болмаса жаңағы шай ішетін кішкене кесе болса, кесеге салып жасасаңыз да болады. Осылай нығыздап саламын, сосын тәрелкеге әдемілеп аударып аламын. Осы нені жаңағы қуырып алған күрішті, колбасаны осылай аударып дайындап аламын. Сосын 2 жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырып, кішкене ғана тұз салып жіберем. Араластырып аламын. Жұмыртқаны жақсылап араластырып аламын. Сосын табаға мендегі мынау тұштылған сары май, табаға майды ертіп аламын да, жаңағы араластырған жұмыртқамды тәбеншеге құйып, сосын жаңағы торнадоны жасайтын боламын. 2 таяқшаны 2 жағынан осылай жай ғана айналдырып, осы видеодағыдай жасаңыздар. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытып кетпеңіз. Өте бір керемет таңғас болады екен. Енді бұны жасау енді онша маған оңайға соқпады. Өз бірінші рет жасап тұрмын. Мінекей осылай жаңағы дайындап алған күрішімнің үстіне жұмыртқаны қоямын да, кішкене укроп себіп жіберіп үстіне. Осылай дайындалатын таңғы ас өте керемет дәмді екен негізі. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз менімен бірге. Мінекей, ішінде күріші де бар, колбасасы да бар. Толыққанды таңғы ас қой, мына бір кісі жесе тоятын таңғы ас. Рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз, жарай ма? Мінекей. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менде каналымда күнделікті қызықты, дәмді рецепттер шығатын болады. Сау саламатта болыңыз.